Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен дәмді, ерекше, балаларға өте ұнайтын, үйдегі бар қарапайым заттардан жасалатын, бірақ дәмі сондай ерекше печенье дайындаймыз. Дәл осы печеньені ең алдымен каналға тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Содан соң подписаться ететін қызыл мәзірді баса кетіңіздер. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналымның дамуына үлкен үлестеріңізді қоссаңыздар. Алдын ала сіздерге рахмет. Ең алдымен осы видеода көрсетілген барлық құрамдарын видеоның астындағы описание бөліміне толықтай жазып кетемін. Алдымен екі жұмыртқамызды жарып, оның үстіне құмшекер болмаса қантты секерді салып, толықтай венчиктің көмегімен араластырып алсаңыздар болады. Болмаса үйіңізде погружный блендер болса, солармен де араластырып алуға болады. Бұл печеньенің бір ерекшелігі, миксерді қажет етпейді, үйдегі венчиктің көмегімен араластырып пісіре бересіздер. Ең алдымен содан соң ертілген сармаймызды, болмаса бөлме температурасындағы сармайды дәл осылай салып, толықтай қоймалжың сұйық масса болғанша араластырып аламыз. Видеода көрсетілгендей дәл осындай сұйық масса болғанша араластырамыз. Араластырып болған соң бір шетке қойып, ұнымыздың үстіне бір шай қасық қопсытқышымызды салып, толықтай араластырып аламыз. Араластырып болған соң асықпай бір келкі сала отырып, үзбей араластырамыз массамызды. Толықтай бізде қоймалжың қою масса шығу керек. Дәл осы видеода көрсетілгендей бір келкі асықпай үзбей сала отырып араластырамыз, дәл осы видеодағыдай. Толықтай араластырып болған соң қоймалжың қою масса шығады. Дәл осы қоймалжың қою масса шыққан аралықта үйіңізде шоколад, дәл осы печеньенің ерекшелігі, балалар шоколад сұрайды, сол шоколадты осы печеньеға салып ертіп печеньемен бірге берсеңіздер, печенье сондай дәмді болады. Үйіңізде осындай қалған печеньеларды, болмаса кішіміштерді салуға болады бұл печеньеға, өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Осылай кондитерский мешокқа салып, болмаса өздеріңіз мешокқа салып, дәл осылай формаға доңғалақтап, фигурасын доңғалақтап салып пісіріп алуға болады. Или төрт бұрышты қылып, қалай өзіңіз ыңғайлы, дәл солай пісіріп алуға болады. Бұл жерде маған доңғалақ болған ыңғайлы болды, балаларыма беруге де дәл осылай екі формаға салып, толықтай 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп алдым. Каналға тіркеліп, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер.